Сәлем достар, сіздермен бірге Zenadales және менің 6-шы видеоблогым басталды. Және достар, бүгін біз интернеттен план аламыз. Үйдің планы. Менде мұнда жақтан бір-екі мысалдар тұр. Мен осы жерден осы планды алғым келіп тұр. Осы планмен мен осы жобаны құрастыратын боламын. Олай болса, біз бастаймыз. Алдымен осы планды тартып аламыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңызда біз блендердің ішіндеміз, және мұнда жоғарғы жақта қарайтын болсақ 3 бағыт тұрады. Бізде Z бағыты керек. Z бағытын басамыз. Дәл осындай бетте түзу тұру керек. Және біз add батырмасын басамыз. Add батырмасын басқаннан кейін бізде image деп тұрады. Image'де біз reference деген немесе background деп тұрады. Біз background таңдаймыз. Сонда біз тартып алған суретті қоятын боламыз. Жалпы бізде тартып алған жобаның планы мұндағы. Сізде өзіңіз дәл осы планды тартып алып қойсаңыз болады, немесе мен өзім YouTube каналыма осы суреттің сілтемесін қойып қоямын. Осы суреттің сілтемесін тартып сіздер де жасай аласыздар. Жалпы бізде үйдің жоспары тұр. Мына үйдің енді сыртын жасап шығуым керекпін. Add батырмасын басамыз және mesh батырмасына қаратсақ, бізде кубик пішінін аламыз. Міне біз кубик пішінін алдық. Біз уақытша кубиктің өлшемін мұнда қарайтын болсақ, трансформды өзінің кубиктің пішінін өзгерту керек болады. Бізде тек астындағы Z бағытын ғана өзгертеміз. 0-1 деп жазамыз. Болды, бізге осының өзі жеткілікті. Z бағытын басамыз және біз мына үйдің шеңберін көріп тұрмыз ғой, осы үйдің, мына план бойыншағы үйдің шеңберіне осы кубикті былай S және мишканың ортасын басып тұрып X бағытына қарай тартатын болсақ, бізде осылай тартылады. Міне, осылай тартып пішіннің көлемін дәл осы шеңбер тәріздес шеңбермен бірдей қылып аламыз. Және жоғары қарайтын болсақ, мұнда X-ray деген батырма бар. X-ray дегеніміз бұл біздегі пішіндерді белгілеу үшін керекті құрал болып есептеледі. Енді біз тап батырмасын басамыз. Тап батырмасын басқан кезде бізде жоғары қарайтын болсақ, бізде нүктеме де тұр. Бізге нүктеме емес, бізге бет фейс керек болады. Сонда біз мына бір бетін белгілейміз. Міне мен белгіледім бірінші бетін. Былай белгілеп алдым. Және мен ай батырмасын басамын. Ай батырмасын басқанда бізде осындай шеңбер пайда болады. Мен мына шеңберді мұндағы үйдің сыртындағы шеңберге бір келкі қыламын, және мұндағы шеңберге бір келкі қыламын. Жаңа S батырмасы және мишкінің ортасын басып X бағытына қарай тартсақ, бізде осылай түзілген болады. Енді қайтадан Z батырмасын басамыз. Енді біз достар ішінен осы мұндағы шеңберлерді, осы ішіндегі дуалдарды шығару керек болады бізге. Оны қалай жасаймыз? Оны біз кесу арқылы амалдаймыз. Оны біз Ctrl-R бір басамыз және мұндағы сызыққа келеміз. Достар, жақсылап қарайтын болсақ, біздегі кесілген сызық қисық болып шықты. Өйткені біздегі кесілген сызықтың нақты сызығы үстінде, екінші сызығы астында болып кетіп қалды. Енді мұны дұрыстау керек болады. Оны біз қалай дұрыстаймыз? Оны біз мұнда қарайтын болсақ, scale батырмасы тұрады. Және scale батырмасын біз мұндағы X минус X бағытына қарай бұрмалаймыз, тартамыз. Былай айтқанда, сол кезде біздегі сызық өзінің орнына түзу түсетін болады. Міне, көріп тұрғандарыңызда біздің сызық түзу келді. Енді біз жай ғана X батырмасын басып, дәл осы шеңберге түзілеп аламыз. Енді біз екінші кескіндеме жасаймыз, Ctrl-R батырмасын басамыз. Негізі Ctrl-R-ды баспай жатып, біз стрелкамызды осындай сызыққа дәлдеп алуымыз керек, және Ctrl-R-ды басқаннан кейін бізде шығады. Және біз қайтадан тартамыз орнына, енді қайтадан түзілейміз. Міне достар, біздегі мына жақтағы шеңбер дайын. Енді біз мұндағы шеңберлерді мұндағы жасауымыз керек болады.
Міне достар, біз өзімізге керекті шекараларды белгілеп алдық. Енді біз жай ғана оларды E батырмасы арқылы біз көтеріп алатын боламыз. Міне достар, біз ішіндегі шеңберлердің бәрін белгілеп шығарып алдық. Енді біз G батырмасын баспай жатып, біз алдымен мұндағы шекарадан шығармай жатып, біз мұндағы магнитті қосуымыз керек болды. Яғни айтқанда снап дегеніміз біз белгілеген мұндағы объектілер мұндағы тұстағы сызыққа бірдей болып тұру үшін өзінің өлшемдерін жоғалтпайды, және осы сызықпен бірдей қылып қояды автоматически. Магниттің қасына қарайтын болсақ, снаппинг деп тұрады. Снаппингнің біз edit деген қоямыз. Editке қойғаннан кейін барып біздегі сызықпен реттелетін болады. Сонда біз жай ғана G және Z батырмасын бассақ, біздегі сызықтар кешірім сұраймын, E батырмасын басу керек. Содан кейін барып G Z бағытын басқаннан кейін біздегі сызыққа қарайтын болсақ, дәлдетсек, өзі біздегі берілген шекаралар көтеріліп шығады. Біздегі бөлмелер автоматика көтеріліп шықты. Енді біз мұндағы терезелерді және есіктерді пәске түсіру керек болады. Алып тастау керек болады. Оларды қалай жасаймыз? Қазір көрсетіп кететін боламын. Мұндағы сызықтарды белгілеп аламыз, сыртындағы бұларды өшіріп тастаймыз. Бізге бұлардың қажеті жоқ, достар. Міне осылай алып тастаймыз. Бізде қарайтын болсақ, достар, мұндағы сызықтың іші ашылып кеткен. Біз енді бұл сызықты белгілеп, және сызықты белгілеп, бұл екі бетті жабу керек болады бізге. Ол үшін біз екі сызықты белгілеп болғаннан кейін F батырмасын басамыз. Сол кезде бізде екі сызықтың арқасында көмегінде осындай ашық қалған жерлері жабылатын болады. F батырмасын басу арқылы жасаймыз. Міне достар, біз F батырмасы арқылы біз ашық қалдырған сызықтардың бәрін жауып шықтық. Енді біз мұндағы жоспар бойынша жасап келе жатырмыз. Мұндағы жоспар бойынша біз жасадық. Енді бізге не істеу керек? Енді бізге мұндағы терезенің, есіктің рамаларының үстін жауып шығуымыз керек біз. Ол үшін біз мұндағы магнитті өшіріп тастаймыз, және біз қайтадан Ctrl+R батырмасын басып, әр нұсқаға бір нұсқаны осы дәлдеп аламыз, және дәл осы нұсқа бойынша бірдей кескіндеме жасауымыз керек болады. Ол үшін біз қайтадан енді магнитті басамыз, снап батырмасын басамыз, және біз мұндағы бетті дәлдеп тұрамыз сызықты, және Ctrl+R батырмасын басамыз, және біз мұна екінші сызыққа апарып дәлдесек, дәл осы сызық мұна сызықпен бірдей тең болып шығады. Қайтадан мынаяқтан Ctrl+R және мұна сызыққа апарып дәлдеймін. Міне мұнда бірдей болып шықты, бір келкі болып шықты. Ортасындағысына қайтадан дәлдеймін, және мұндағысына дәлдесем, міне бізде бір келкі болып шықты. Мұна бетті белгілеймін, және E батырмасын басамын. E батырмасын басқан кезде мен мұна стрелканы дәл осы бетке дәлдеп тұрамын. Сол кезде мен белгілеген бет автоматически өзі екінші бетке тең өлшемде қосылатын болады. Міне мысалы, мұна бетті белгілеймін, E батырмасын басам, жай ғана мұна стрелканы мына қаратып болды. Осы жаға өзі автоматически қосылып кететін болады. Дәл осылай істесеңіздер болады. Міне достар, көргендеріңіздей біз сыртындағы терезенің үстін жасап шықтық. Енді біз ішіндегі есіктің үстін жасап шығуымыз керекпіз. Ол үшін біз дәл осылай іштегісін де кесіп аламыз. Мысалы, мен іштегісін Ctrl+R батырмасын бастам, және мұндағы сыртындағы сызыққа дәлдеймін. Міне мына сызықтар сыртындағы сызықтармен бірдей болып кесілді, және мына жақтағы сызықты дәлдеймін. Міне бірдей болып кескіндеме жасалынды. Енді мен мұндағы үстіндегі границаны, мына есіктің үстін E батырмасын басамын, мына сызыққа дәлдеп қайтадан тартамын. Міне алдында көрсеткендей осылай жасап бірге қосамын. Міне достар, көргендеріңіздей біздің үйіміз, біздің жобамыз жасалып бітті. Іші және сырты дәл осы мен басына тартып алынған тәрізді
план боюнча жасалынды иши. Және мен буну кедерги жасамоо үчүн мында көз батырмасын басам және мен файлга киремин және сактап коямын. Достор, сиздерге кеңес айткым келип отур. Осы жерде эгер сиз кандайда бир проект жасайтын болсоңуз, сону сактап алууга тырышсаңыз, өйткөнү сиздин компьютериңиз бул багдарламаны жасаган сайын компьютер жумуш жасоо процесси өтө жогору болгон сайын багдарламадан өзүнөн өзү чыгып кетүү мүмкүн. Сондуктан алдын ала сактап коюңуз жасаган нерсеңизди. Мында мисалы кандай жоба жасадыңыз? Мисалы мен жоба 2024 деп сактайм. Сиз кандайдыр бир объект жасайсыз, сону сактап койганыңыз дурус. Ол сизге плюс болуп түшөт. Не үчүн? Өйткөнү свет өчүп калуу мүмкүн, немесе компьютер процесс ауыр болгондуктан өзүнөн өзү багдарламадан чыгып кетүү мүмкүн. Сондуктан onu сактап койганыңыз дурус. Міне достар, біз енді мұндағы проектіміздің үстін жасау керек болатын. Енді біз проекттің үстін жасап бітіреміз. Сонымен видеоның соңында сіздерге тағы да бір айта кететін жайт бар. Олай болса, біз мұндағы проекттің үстін бітіреміз. Бізге add батырмасын басамыз және mesh батырмасына қаратып, қайтадан кубик пішінін алатын боламыз. Кубик пішінін мұндағы жоғарыдағы магнитті өшіріп жасақ болады. Бізге қажет жоқ қазірше. Мұндағы пішіннің көлемін кішірейтіп алу керек болады. Біз Z бағытына қарап 0.1 градусты таңдаймыз. Сонда біздегі өлшемі дәл осындай болады. Енді біз қайтадан Z батырмасын басып жоғары қаратамыз. Және біз дәл осыға сызыққа бірдей қылып алуымыз керекпіз. Міне біз мұндағы жобаның проектінің үстін жасадық. Енді Z батырмасы арқылы біз төменге түсіреміз. Достар, енді мен қайтадан Tab батырмасын басам. Мұндағы сыртындағы шекараны маған бір шама үлкейту керек болады. Дәл осы созып, міне көріп тұрғандарыңыздай созып бітірдім. Мына жерге терезені және есіктерін жасау керек болады. Маған осы проекттің есіктері мен терезесін жасау керек болады. Енді мен есігі қай жақта болады? Есігі мына жақта болады, басталатын болады. Мұндағысы терезе, мұндағысы терезе, мұндағысы терезе болады достар. Мына жақтағысы есік болып есептеледі. Ал енді достар, біз осы жобаның есігі мен терезесін жасау керек болатын. Біз алдымен жасамай жатып мұндағы көздерді басамыз, уақыт алып тастаймыз. Бізге қазір тек есік пен терезені жасау керек болады. Біз есікті жасамас бұрын өзімізге пішін аламыз. Дәл осындай кубик пішінін, және біз қайтадан өзіміз қалағанша өлшемдерін өзіміз ойымыздағыдай өзгертіп, өзіміздің ойымыздағысы қоя береміз. Мен қазір есігін жасап жатырмын. GZ батырмасын басамын және пішіндерін өзгертемін. Біз өзіміздің алатын пішінімізді алып қоятын боламыз. Сонда біз есіктің өзінде тұратын тұтқасын жасайтын боламыз. Жалпы бұл қандай айырмашылығы бар десеңіздер, мысалы мұндағы мен істеп жатқан есіктің тұтқасы есіктің өзінің ішіндегі пішін болып есептеледі. Және достар, қарайтын болсақ, бізде курсор мұнда тұрған еді, енді бізде мұнда тұрды. Ол қалай? Shift S батырмасын басқанда бізде осыны таңдау шығады. Біз ең соңғы астындағы тұрған курсор to selected деп тұрған таңдауды басқан кезде біздегі selection осы жерде тұрады. Өйткені не үшін? Өйткені мен мұндағы барлық шығарған пішіндің белгілеп тұрған үшін осы жерге осы курсорды шығарып берді. Курсор таңдау себебім, мен осы есіктің тұтқасына лайықты сапты дұрыс шығару керек болады. Объектіні полный белгілеп алдым. Дәл осы объекттің қарама-қарсысына тағы да цилиндр тәрізді пішінді шығару керек болатын. Көріп тұрғандарыңыздай цилиндр дәл осының ортасына шығардым. Енді мен жай ғана бұрмалау жасаймын. Көріп тұрғандарыңыздай достар, біз есіктің сабын жасадық. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай біз есікті жасап алдық. Енді біз есікті уақытша алып тастаймыз. Енді бізге терезе жасау керек болатын. Қайтадан кубик батырмасын аламыз, терезені жасайтын боламыз. Терезе есіктен қарағанда оңайырақ болады достар. Өйткені біз тек қана рамасын ғана және ішіндегі айнасын ғана жасауымыз керек болады. E батырмасын басып ішке қарай осылай тартып аламыз. Бізде терезе дайын. Бұл терезені Shift D батырмасы арқылы басып, екіншісін создавать етіп, басқа терезенің пішінін өзгертіп қоя берсек болады. Енді біз терезені есікті пішінге енгізіп дұрыстап қойып аламыз. Ашық тұрған жерлерге біз терезе қоямыз, мұнда тұрған жерлерге біз есік қоямыз.
Енді мен жасаған тереземді дәл осы екі жерге қоямын. RZ 90 градус деймін. Дәл осылай белгілеп түзілеп аламын. Енді мен осы тесікке қарай дәлдейтін боламын. Міне достар, біз өзіміздің есігіміз бен тереземізді дұрыстап қойып алдық. Қарайтын болсаңыздар, үйдің енді біз кішігірім баспалдағын істеп жібереміз. Сонымен бүгінгі видеомыз аяқталатын болады. Жалпы үйдің баспалдағын дәл осылай кесіп аламыз және мұндағы беттегі, мұндағы бетті және мұндағы бетті тартып көбейтетін боламыз және E батырмасын басып GX бағытына қарай тартамыз кішігірім. Енді біз астындағы бетін белгілеп E батырмасын басып, GX батырмасын басып, осылай X батырма бағытына қарай бір жылжытып аламыз. Міне достар, біз өзіміздің үйіміздің терезесін және есігін жасап шықтық. Мұндағы өзінің кішігірім баспалдар жасадық. Енді достар, келесі видеода үйдің ішіндегі керекті детальдарды қалай жасау керек, ішіндегі детальдарды жасап болғаннан кейін осы проекттің ішіне енгізетін боламыз. Міне достар, көргендеріңізге рахмет. Бүгінгі видеода осы проектін жасау керек болатын. Келесі видеода өте қызықты болады деген ойдамын. Ал олай болса, сау болыңыздар достар.